Ертеде 3 торай бар қарт шошқа ана болыпты. Ол 3 торайды тамақтандыру үшін азығы жетпей қалатын. Анасы торайлар есейген соң өз бақыттарын іздеу үшін еріктеріне жібереді. Бірінші торай өте еріншек еді. Ол: мен жұмыс жасап, күннің қалған бөлігінде демалғым келеді. Мен алыстағы кірпіш зауытына барғым келмейді деп мүлдем жұмыс істегісі келмей сабаннан үй салып алады. Ал екінші торайда сәл еріншек болғанмен, бірақ ол көбірек еңбектенеді. Ол: менің де алыстағы кірпіш зауытына барғым келмейді. Ағаш сабаннан мықтырақ. Сол себепті ол кез келген жағдайға төтеп бере алады. Менің көп жұмыс істегенше демалғым келеді деп ағаштан үй салып алады. Сөйтіп олар ән айтып, би билеп кешке дейін ойын ойнайды. Үшінші торай күні бойы еңбектеніп өз үйін кірпіштен салады. Ол пеші мен мұржасы бар әдемі үй болатын, және бұл үй кез келген дауылға төтеп бере алатын. Келесі күні қасқыр байқаусызда 3 торай өмір сүріп жатқан көшеден өтеді. Ол сабаннан жасалған үйді көріп, иіскей бастайды. Ішінде торай бар екенін сезеді. О, торай, бұл торай бүгінгі менің керемет түскі асым болады деп сілекейі үйіріле кетті. Ол есікті ұрып: Торай, мені ішке кіргіз. Жоқ, ешқашанда. Сонда қасқыр тісін қайрап былай дейді: онда мен үрлеймін, үрлеп үйіңді ұшырып тастаймын. Қасқыр үрлеп үйді ұшырып жібереді. Аузын ашып торайды бар күшімен тістеп алды. Алайда торай қасқырдан қашып құтылып, екінші торайдың үйіне келіп тығылады. Қасқыр жолдың бойымен жүре бергені сол еді, ағаштан жасалған екінші үйге есікті. Ол үйдің ішіндегі торайдың иісін сезіп, түскі асының қандай дәмді болатынын ойлап, аузы сілекейге толды. Есікті ұрып: Торайлар, мені ішке кіргізіңдер деді. Жоқ, ешқашан кіргізбейміз. Сонда қасқыр тісін қайрап: ал онда мен үрлеймін, үрлеп үйіңді ұшырып бұзып тастаймын. Қасқыр айтқанын орындап, торайдың ағаш үйін бұзып тастады. Екі торай қасқырдың алдында қорғаусыз қалады. Қасқыр екі торайды бірден ұстаймын деп үлкен аузын ашқанымен, тойымсыздығының кесірінен түскі ассыз қалады. Торайлар кішкентай аяқтарымен тезірек қаша жөнеледі. Қасқыр торайлардың артынан қуып ұстай бергенде, торайлар кірпіштен салынған үйге кіріп, есікті жауып үлгерді. 3 торай бір-біріне өкініштерін білдіріп, қасқырдан қорыққандарынан дірілдеп тұрды. Күні бойы ауқаттанбаған қасқыр торайларды қуып араны ашылып кетеді. Енді кірпіш қабырғаның арғы жағында 3 торайдың иісін сезіп, керемет ас күтіп тұрғанын түсінді. Сонда қасқыр аяқтарымен есікті тарсылдатып: Торайлар, мені ішке кіргізіңдер. Жоқ, ешқашан да кіргізбейміз. Бұны естіген қасқыр аузын ыржитып: онда мен үрлеп үйлеріңді бұзып тастаймын. Сөйтіп қасқыр бар күшімен үрлей бастайды. Әрі үрледі, бері үрледі. Күші таусылып: одан әрі үрлей алмаймын деді. Бұл үйді бұза алмағаннан қатты ашуланып, ашуға булығып: қазір мұржадан түсіп, үйдің ішінен сендерді жеп қоямын деді ашкөз қасқыр. Қасқырдың айтқанын естіген торайлар пештің үстіне шелекпен су қойып, астына от жаға бастады. Қасқыр төменге түскенде шелектің бетін ашып, қасқыр қайнап тұрған суға түсіп кетеді. Торай бірден жүгіріп барып, шелектің қақпағын жауып, қу қасқырдың көзін құртады.